25 ақырын жүрсең, алысқа жетесің бе? Жылдамдығы бойынша чемпион жануарды білесің. 1. Ребустарды шеш. Бұларға не ортақ? Адамзат ерте заманның өзінде ұшқыш кілем, жүрдек етік туралы армандаған. Осылардың көмегімен қалаған жеріне тезірек жеткісі келгенімен ұзақ жылдар бойы жаяу жүрді. Ал тез жету үшін тек жүгіруі қажет еді. Содан кейін адамдар жабайы жылқыларды қолға үйретті. Сөйтіп атпен бару арқылы жылдамдықтарын арттырды. Жылдар өте келе автокөліктер мен бу мәшинелері пайда болды. Алғашқы автокөліктер жылқыдан жылдам жүре қойған жоқ. Қазір адамзат өте жылдам қозғалатын көлік түрлерін құрастырып шығаруда. 2. Алғашқы автокөліктің жылдамдығын қазіргі көліктің жылдамдығымен салыстыр. Энциклопедиядағы ақпаратты пайдалан. Алғашқы автокөліктер 5 км сағат, 15 км сағат, 30 км сағат. 3. Диаграммаға қарап, жануарлар әлемінде жылдамдығы бойынша чемпион жануар дата. Гепард, бөкен, антилопа және арыстан қандай жылдамдықпен қозғалады? Жылдам жүгіретін жануарлар туралы оқы. Кітап ақпарат көзі. Сен білесің бе? Қазақстандағы ең жүйрік жануар киік. Олар сырт қарағанда икемсіз көрінеді. Шын мәнінде киік өте жылдам қозғалады. Ол 1 сағатта 80 км жерді жүгіріп өтеді. Киік жүгіргенде ұшып бара жатқандай болып көрінеді. Сен білесің бе? Бәйге қазақ халқының ұлттық ойындарының бірі. Бәйгеге қатысушы жеңіл, ыңғайлы киім киеді. Жүйрік аттарды тосып алатын жерді көмбе дейді. Бәйгеден озып келген жеңімпазға жүлде беріледі. 4. Мынадай белгілерді көріп пе едің? Олар не туралы ескертеді? Мектептің дәлізіне қандай белгіні орнатуға болады? 5, 40, 60, 70, 80, 100. 5. Қағаздан ұшақ жаса. Парталас көршіңмен бір мезгілде өзің жасаған ұшағында ұшыр. Жылдамдықтарын салыстыр. 6. Түрлі дереккөздерден әлемдегі жылдамдығы жағынан рекорд жасаған мәшинелер туралы біл. Сұрақтар. Адам отырған ең алғашқы көлік түрін ата. Нысанның жылдамдығын қандай сөздермен сипаттауға болады? Неліктен асықпаған арба мен қоян алар деп айтады?